Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбым барлығымыз білетін ұлттық тағамның бірі құрт жеу арқылы жіті аурудан қалай арылуға болатын туралы егжей-тегжейлі айтатын боламын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Қазақ тіліндегі денсаулыққа пайдалы кеңестерді миллиондаған адамдар көріп, өздерінің игіліктеріне жаратқанын қаласаңыз, онда міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіз, лайк басып, өз достарыңызбен бөлісіңіз. Қазақ тілін бірге дамытайық. Құрт сүттен жасалған ұлттық тағам, құрамында тұз болады, ал оның ауыз қуысы үшін пайдасы ұшан теңіз. Бірінші емдік қасиеті, күнделікті 5-6 тал құрт жеп жүрген адамның ауыз қуысында ешқандай ауру болмайды. Екінші емдік қасиеті, күнделікті құрт тұтынған адамның тістері қатайып, ас қорытуы жақсарады. Үшінші емдік қасиеті, ағзасында кальций көбейеді. Төртінші емдік қасиеті, егер ангинамен ауырып қалған жағдайда күніне 5-6 тал құрт жеңіз. Құрт жеу барысында сілекей көп мөлшерде бөлінеді. Сілекейдің құрамында лизоцин деген зат болады. Ол ауыз қуысын бактериялардан тазалайды, ал құрттың құрамындағы тұз ангинаны жеңілдетуге өз әсерін тигізеді. Бесінші емдік қасиеті, құрттың адам ағзасындағы керексіз майларды ыдырататын қасиеті бар. Алтыншы емдік қасиеті, күнделікті құрт жеп жүрсеңіз, қайта-қайта шөлдей бересіз. Осындай жағдайда кептірілген алмадан қант қосылмаған компот жасаңыз. Күнделікті компот ішу бүйректегі тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарының жағдайын жақсартады. Жетінші емдік қасиеті, адам қанының қою болуы немесе қандағы май мөлшері көбейіп кеткен жағдайда күнделікті 2-3 тал құрт жеу арқылы қанды сұйылтып, майды ыдыратуға болады. Сіз күнделікті 5-6 тал құрт жеп жүру арқылы ауыз қуысыңыз тазарады, ас қорыту жолдарында қиындық туындамайды, ангина тамақ ауруы мазаламайды, тістеріңіз ағарып, бүйрегіңіз сыр бермейтін болады, ағзаңызда кальций көбейіп, сүйектеріңіз сынғыш болмайды, қанның құрамы реттеліп, ағзаңыздағы керексіз майларды ыдыратады. Ұлттық тағамдарымызды ұлықтап, күнделікті құрт жеп жүруді ұмытпаңыздар. Осындай қазақ тіліндегі пайдалы видеолардың көрсетілімі көбейіп, қазақ тілінің дамуына үлес қосқыңыз келсе, онда біздің каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздердің пікірлеріңізді қуана-қуана оқимын. Сіздермен бірге болған Қасен Айданы. Алда бұдан да қызықты тақырыптағы пайдалы кеңесімді күтіңіздер.